Ya, енді ең бастысы семейліктерге міне арнайы келіп отырмыз семейге. Я өйткені мына сайлау науқанында үлкен жұмыс атқарды біздің семейлік, біздің бұл айтқанда партияластарымыз үлкен жұмыс атқарды. Сол мен арнайы келіп міне Мадина, Дана, Толғанай, Тұрсынбек, Абзал үлкен жұмыс атқарды. Партиямыздың осы жақта сайлау кезінде, сайлау науқанында халықпен жұмыс жасап, партиямыздың платформасын, бағдарламасын түсіндірді. Сол сайлау науқанының арқасында біз бәріміз бір-бірімізбен танысып, енді міне партияның, Байтақ партиясының шаңырағында бәріміз былай айтқанда бір жанұя болып отырмыз ғой, бір команда, бір топ. Біздің мақсатымыз бізді былай біріктірген ол біздің идея. Ол Жасылдар партиясының идеясы, ол әлемдік тренд бүгін. Барлық елде бұндай партия бар. Германияда керек болса, ол билік партиясы болып салынады. Ол жақта олар мықты жұмыс жасап жатыр. Біздің болашақ өте үлкен партиямыздың. Бірақ бұл идеяға сену керек, бұл идея үшін жұмыс жасау керек. Енді сіздер осы мемлекеттің бұл айтқанда бір активі болып саналасыздар. Оны сіздер өздеріңіз мысалы байқамайсыздар негізі, бірақ сіздер әрқайсыңыз уже осы елдің активі сіздер. Ол шындық. Өйткені сайлау науқанын өткерген, билік үшін күрескен адамдар, олар еш уақытта енді артқа кетпейді. Олар тек қана алдыға жүреді, өз мақсаттарына жетуге барлық күш салады. Сондықтан сол сіздерге алғыс айту үшін келдік. Дана, Мадина, баршаңызға рахмет. Жаңа бүгін мен Майрамен кездестік, полигон. Жаңа тағы басқа азаматтармен кездестік. Бүгін біз Семей орманда болдық. Семей орманның жағдайын көрдік бүгін. Өте қиын жағдайда. Сырты бүтін, іші түтін екен. Енді 560 мың гектарлы орманнан бүгін енді аз қантай қалған десек болады. Өйткені өртенді, браконьерлер бар, тағы басқасы бар. Енді оның бәрі қайтадан орнына келтіру енді оңай зат емес. Бұл үлкен ущерб мемлекет үшін. Сондықтан бұл мәселенің шешімін табуға барлық күшті саламыз. Әрбір ағаш далада тұрған үшін біздің партиямыз жауап береді. Ол бір ағаш, ол әлем ғой, өмір. Қаншама биоразнообразие сол ағаштың төңірегінде өмір сүріп жатыр. Өмір ғой, өмір. Сондықтан сонымен қатар ол ағаш адамға өмір сыйлайды. Көміртегіні жұтып, оттегі адамның жаңағы демалуына, денсаулығына оттегі береді, таза. Сондықтан бұл үлкен мәселе. Сонымен ертісті көрдік, ертістің жағдайы өте қиын, су азайып жатыр. Оны қандай шешімдері бар, оны да ойлану керек. Бізде су маманынан гидротехниктер жетіспейді мүлдем. Сол осындай. Енді Мадина, қалай өзің сайлау кезінде бір ойыңызды айтасыз ба? Осы Байтақ партиясына келгелі. Ана кішкене бұрып қою керек. Сәл көріп тұр. Бұрып қойса көрмей тұр. Мадинаны көрсетейін. Көрсетіңіз Мадина. Не істеп отырсыз? Байтақ партиясына келгенімізге өте қуаныштымыз. Сіздей адамдармен жұмыс істегенімізге, осы Жасылдар партиясының мақсаттарын оқыдық, әрбір қағидаларын біліп, оны халыққа жеткізу оңай емес.
Абзал Серікұлы бастаған бір топпен бәріміз атсалыстық, жұмыс істедік. Әрі қарай да жұмыс істейміз деп ойлаймын. Қолымыздан келген барлық қолдау көрсетеміз. Сіздер қолдау көрсетсеңіздер, біз әрқашан сіздермен жұмыс істеуге дайынбыз. Рахмет, Мадина. Сәттілік тілейміз. Енді тоқтатпау керек. Сайлау науқанында қандай энергия болды, сол энергияны тоқтатпау керек. Ары қарай жұмыс жасау керек. Тұрсынбек, өзіңіз енді айтқан кезде айтыңыз ашық бәрін. Шырылдатып, шындықты айтып шырылдатыңыз. Полигон мәселесі үшін ең басынан неше жыл болды жүгіріп жүрмін осы полигон мәселесі туралы. Байтақ партиясы пайда болды деген кезде өзім қосылып, біз жүгірген идея ғой бізде. Идея. Осы экономика, жасыл экономика болсын деп. Өйткені зардабын көргеннен кейін ол жасыл экономикаға тартылуымыз керек. Ол енді өзіңіз айтқандай және жасыл экономика біздің ауамыз, денсаулығымыз. Сондықтан ісіміз іске асатқа сенем. Сол үшін жұмыс істейміз дәліз. Рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Енді біздің мақсатымыз арамызда адамдарды көбейтуіміз керек. Мысалы, көп адамдар бұл енді сайлау науқанында тез түсіндірдік қой біз адамдарға. Қазір ендігі сайлау енді қашан болады? 5 жылдан кейін ба, 4 жылдан кейін ба, 3 жылдан кейін ба? Біз білмейміз, бізде қазір уақыт бар. Жайлап асықпай жеткізу керек бәріне. Бұл партияның ерекшелігі, біз не істеп жатырмыз? Біз болашақ үшін күресіп жатырмыз. Болашақ ұрпақ үшін. Бұл болашақ ұрпақ үшін бұл үлкен партия болады. Жаңа айтып отырсын, ертіске ұртып қоймасынан гастардың. Бізге бір партия, бір адам келген жоқ деді сол жерде. Ең бірінші деп таңғалып отыр. Қалай келген жоқ, сендер бірінші келіп отырсыңдар. Ол да оларын бастама қойған. Сондықтан қолдау болады деп ойлаймын. Сенем. Рахмет. Бұлай бұрып қойыңыз. Дана. Біз енді бағын өзіңіз айтқанда телекоммуникация саласынан осы экологияға сразу түсе қалдық. Енді бұнда экологияға емес, политика екеуі қатар жүрді ғой. Осы сайлау науқанында бүкіл заңды ақтардық, түсінбедік басында, қалай болып жатыр, не болып жатыр деген сұрақтар болды. Бірақ енді сол жан-жақты сол өзіміз тезірек үйренгіміз келгеннен кейін бәрін интернет ресурстарын бәрін ақтарып сұрайтын адамдардан сұрап, тезірек енді адамда желание болса тезірек вникать етеді ғой жұмысқа. Одан кейін уже неше түрлі мақалаларды оқыдық. Өзіміздің регионда болып жатқан, Абай облысында болып жатқан әртүрлі шығарылымдарды қарадық. Енді именно бізге не керек, адамдардың қай жер, не туралы айта аламыз деп. Бірақ енді ең осы агитацияны қатты көп жүргізбесек те, осы Семейді мысалы 100% қамтыдық демесек те, біз барған жерлердің көбінде адамдарда социальный проблема да олар. Әлі экологиялық проблемаға бастарын ауыртқысы келмейді. Оған әлі халық дайын емес. Просто олар жасыл экономика не екенін түсінбейді, допустим. Оларға самое главное, если мен зарплатамды көтер, там неме жағдайым жақсарт деген нәрсе ғанақты. Ең самое главное оларды волновать ететін нәрсе. Не нәрсенің бастауы осы табиғат, денсаулық, арғай цепочкамен кете береді ғой. И осының бәрі шешілсе, олардың социальный проблемасы шешіледі дегенге сенбейді адамдар. Сондықтан да бұл адамдардың экологиялық сауатты болу үшін, мысалы, әр адамды өзінен басталады. Ол жаңағы сен мусор тастағаның, пластика тастағаның деген сияқты оның бәрі қоршаған ортаға зияны бар. Адам не нәрсені өзінен бастаса, уже сондай привычкаға айналады ғой. Сол себепті мен ойлаймын, ол бүгін ғана істеліне қоятын нәрсе емес. Жалпы бүгін ғана партия бүгін болдым, ертең мысалға өтіп кеттім деген емес. Именно біздің политикамен әлі алдағы уақытта көп жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Және өзім қатарлас барлық жастарды призываю, енді болашақ үшін бәріміз бірге Жасылдар партиясына қызмет етуге шақырамын. Рахмет сізге.
Өте жақсы, кең, дұрыс жеткіздіңіз. Иә. Иә. Зака. Что-то я не смотрю. Абзал мырза, сайлау науқаны кезінде қандай ой түйдіңіз? Сайлау науқаны кезінде сайлауды партияға келгеліне 2 ай ғана болды. 2 айда жаңағы бәрін айтып отырмыз ғой. Жаңа сала біз үшін экология саласына келіп, тем более сайлау науқанында бірінші жұмыс атқарып, жұмыс жасадық қолымыздан келгенше. Енді 12 ай жеткен кезде сайлау уақыты бітіп қалды ғой. Шынына керек сөздің. Енді өңірімізде экологиялық мәселелер өте ауқымды, өте үлкен. Бүгін көзімізбен көрдік, бірнеше объектілердің барлығын алда жұмыс істейтін жұмыстар өте көп. Соған енді барлығымызға, партия мүшелеріне таусылмас энергия берсін, жұмысымызға береке берсін. Соған барлық мәселелермен күресетін денсаулық берсін. Айтады ғой, партияның сайлаудың результаты шыққан күні келесі сайлауға сол күннен бастап дайындалу керек деп. Сол сияқты, сол ертеңнен бастап, уже ертеңінде кеш қалмай, қазірден бастап жұмыстарды бастап, шараларды қолға алып жалғастыра беру. Рахмет, Абзал. Өте дұрыс. Біз жұмысты бастадық, лекторатпен қатты жұмыс жасауымыз керек. Уақыт бар бізде, біз халыққа жеткізуге тырысамыз ақпаратта. Сол баршаңызға Семей қаласынан, Абай облысынан сәлем. Міне, біздің байтақтың жігіттерімен отырмыз. Міне, бұл Абай облысы, бұл біздің партиямыздың ең негізгі тақырыбы. Семей полигонды өздеріңіз білесіздер. Мысалы, қандай жағдайға жеткізді. Мына Кеңес одағының опасыз, жаман саясатының кесірінен осылай керемет Абай облысы сияқты осылай табиғат Семей полигонын ашты. Соның кесірінен қаншама адамдарымыз ауруға шалдықты. Ең жаман жері адамдар білмеді, жарылыстар болып атқан. Ауруға шалдығып атты. Ол деген адамзатқа жасалған қастандық. Сондықтан енді 30 жыл бұрын Семей полигоны жабылды, бірақ оның последствиясы әлі дейін радиация, ол адамның организмінде және де сол жердегі қоршаған ортада радиация әлі кеткен жоқ. Сол радиация өз жұмысын жасап жатыр. Енді ол жерден шыққан адамдар басқа қалаға кетіп жатыр. Ол жердегі қалай да болсын, осының мәселені біз жеңуіміз керек. Мысалы, жапондықтар радиацияны жеңді ғой. Біз не үшін қазақтар жеңе алмаймыз радиацияны? Біз де жеңеміз. Сондықтан біздің партиямыздың негізгі тақырыбының бірі ол осы Семей полигоны. Семей полигонының қасіретін, зардабын біз толық түрде жабуымыз керек, шешуіміз керек. Сонымен қатар басқа да мәселелер, қоршаған орта, адам денсаулығы, әлеуметтің жағдайы, осының бәрімен біз айналысамыз. Құрметті ағайын, Семейден баршаңызға сәлем.